Қайырлы күн, достар. Бүгін қонақтарға немесе үйдегілерге арнап қазақтың ұлттық тағамы ет дайындайтын боламыз. Бұл қазақ дастарханының мақтанышы. Бұл тағамның танымалдылығы, бағалылығы өте жоғары. Етті дайындау үшін алдымен жуып қазанға саламыз. Үстіне суық су құйып отқа қоямыз. Қайнаған соң көбігін алып, отын азайтамыз. Сорпаны пісіру кезінде көбікті уақытында алсаңыз, сорпа мөлдір болады. Етті 2-2,5 сағаттай пісіреміз. Сорпа қайнап жатқан кезде қамырды илеп қоямыз. 20-30 минут бетін жауып қойып, жұқа етіп қамыр жаямыз да кесіп дайындап қоямыз. Содан соң тұздық дайындаймыз. Пиязды қызанақ турап, үстіне майлы сорпаны қоямыз. Баяу отта бір қайнатып алған дұрыс. Етті қазаннан сүзіп алып, сорпаны қайнатып аламыз. Қайнап жатқан сорпаға қамырды салып араластырып отырып пісіріп аламыз. Піскен қамырды табаққа немесе астауға салып, тұздық себеміз. Үстінен пісірілген етті ретімен орналастырамыз. Қонақтарға немесе үйдегілерге табақ толы етті ұсынамыз. Міне достар, өте керемет, дәмді ет тағамы дайын болды. Әр қазақтың үйінде жиі желінетін сүйікті астардың бастысы деп айтуға болады. Үйлеріңізде қуаныш, қызық көп болсын. Бұл менің ерекше сүйікті рецепттерімнің бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк қойып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.